Сәлем достар, сіздермен бірге Базар Алтынай. Біз бүгін рогаликтер істейтін боламыз. Ең алдымен жылы сүттің үстіне жылы суды қосып, оның үстіне бір қасық дрож, содан соң 70 грамм қантты қосып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң оны 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Содан соң оның бетіне жұмыртқа қосатын боламыз. Бір жұмыртқа, одан кейін оның үстіне бір қасық тұз, содан кейін сары май қосамыз. Содан соң тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Араластырғаннан соң ұн қосып, керегінше ұн қосып қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Сонда ол көтеріліп әдемі болады. Содан соң оны қайырып, одан рогаликтің формасын келтіреміз. Яғни дөңгелектеп кесіп аламыз да, оны дөңгелектеп жаятын боламыз. Жайып болғаннан соң оның шетіне варенка жағып орайтын боламыз. Яғни видеода көріп отырғандай тура солай жасасаңыздар, рогаликтеріңіз өте әдемі болып шығады. Осыны жасап болған соң ораймыз. Орағаннан соң бетін жұмыртқамен жағатын боламыз. Мен пісіріп аламыз. Осындай әдемі рогаликтер шығатын болады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.